Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Орхон енесі ескерткіштері. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдаңыз. Өткен сабақта біз Қыз жібек жырымен таныстық, бірнеше жұмыстар жүргіздік. Ал енді бүгін жаңа тақырыпқа кезек берейік. Көне түркі жазба ескерткіштерін еске түсіре отырып, мына видеороликті мұқият тыңдап шығайық. Сонау сақ заманнан қазақ хандығына дейінгі тұтас тарихымыздың бір сыпырасы Монголия даласында бұғылы. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы сол құнды жәдігерлердің құпиясын ашып, елге таныстыруды мақсат етті. Бұл мыңғаған құрған түрік қағанаты 603 жылы ұзаққа созылған талас тартыстың салдарынан екіге бөлінеді. Батыс және шығыс болып. Батысы қазіргі Орта Азия мен Қазақстан аумағын алып жатты, ал шығысы бүгінгі Монголия даласын меншіктеді. Бірақ олар да көпке шыдамады. Қытайлардың қысымына ұшырады. Таң империясы көк түріктер мемлекетін қуыршақ қағандар арқылы басқара бастады. Сол тұста шығыс түріктер атқа қонып азаттық үшін алысты. 10 жылдық айқастың ақырында екінші түрік қағанаты тарих сахнасына келді. Бұл жайындағы мол мәліметті Қытай жазбаларына немесе Тоныкөктің құрметіне қойылған тас бітіктен оқуға болады. Тоныкөк өз заманның абызы. Ол картамен мықты жұмыс істеген, соғыс тактикасын жақсы меңгерген. Оны 18 жасында Қытайдың батыс бөлігіндегі түріктердің ортасына ақыл айтар абыз етіп жібереді. Онда 3 жылдай қызмет қылады. Сол тұста Орхон өзені бойындағы түркілер көтеріліс жасайды. Ұрандатқан халықты Қытай әскері толарсақтан қан кештіріп басады. Кейін елтеріс құтылып қалған қол жинап, тәуелсіздік үшін тауғаштарымен тартыспаққа талпынады. Міне сонда Тоныкөк үзеңгіге аяқ артып, елтеріс құтылып қалғанға келеді. Келеді де жұмбақ сөзін жолдайды. Ол Тоныкөк ескерткішінде жазылған. Қаған бастаған көк түріктер армиясы тауғаштарды талқандайды. Сөйтіп 683 жылы екінші түрік қағанатының шаңырағын көтереді. Құтылықты ел төресі деген атақпен қаған етіп сайлайды. Ал Тоныкөк жоғарғы бас қолбасшы әрі кеңесші лауазымына тағайындалады. Тарихшылардың айтуынша Тоныкөк 741 жылы 95 жасында қайтыс болған. Ал мына тастағы жазбаларды кейінгі ұрпаққа өсиет болсын деп өзі қашатып қалдырған десек, қазір онда түркі халықтарының ғалымдары зерттеу жүргізіп жатыр. Әлі ескерткішті алғаш боп таныған Финляндия ғалымдары. Олар жол жазбасын ғана жасаған. Одан кейін Монголия зерттеушілері іске кірісіп, сипаттау түріндегі ақпаратты тарата бастады. Ал кешенді жіті қарап, әр бөлігін жіліктеген белгілі түркітанушы Қаржаубай Сартқожа болатын. Бұл елтеріс құтылып қағанға арылған дүние. Не олай дейсіз дегенде, ханның ғибадатханасы таудың үстінен таман. Молласы да солай салынуға тиісті, дәстүр салты. Сол салт бойынша мынаға келіп соны орналастырған. Мына жағында міне екі өзен атақты. Күн үй өзені, сосын хан үй өзені. Осы екі өзеннің құйылысында осы кешенді орнатқан. Құтылып қағанның мүсіні мынау. Неге хан деп отырсыз дегенде, қолында аса таяқ. Биліктің адамының қолында қай дәуірден бері қарай, біздің түріктің ата-бабаларынан бері қарай осындай аса таяқ ұстайтын болған. Елтеріс құтылып қағанның мүсінінде басы жоқ. Себебі Монголияға буддизм діні енген тұста шауып тастаған. Дегенмен оны Қазақстан ғалымдар тапты. Қазір елтеріс құтылып қағанның бас мүсіні Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің қорында сақтаулы. Швед уландағы кешенде қойтастар өте көп кездеседі. Сонымен қатар жолбарысқа ұқсас мүсіндері бар. Олардың санында тауешкі бейнеленген. Ал тауешкі көк түріктердің, оның ішінде қыпшақтардың символы деп саналады. Мұндағы тағы бір тарихи жәдігер таңбалы тас. Онда 56 ру тайпаның таңбасы бедерленген. Олардың арасында Қарлұқ, Қыпшақ, Қырғыз, Қазар, Афшар сынды ірі ру тайпалардың таңбалары бар. Екінші түрік қағанат орнатқан кезде осыған қатысқан түрік тайпаларының барлығы келіп өз қолдарымен өздері таңбасын ойып осында қалдырған. Швед улан ғұрыптық кешеніндегі 56 тайпаның таңбасы қашалған мәңгі тастың көшірмесі 2015 жылы Астанадағы Халықаралық түркі академиясының музейіне қойылды.
Бұл ескерткіш мәңгілік ел идеясының жалғасы іспетті. Ол ұлы дала ұрпақтарын ынтымақ пен ырысқа шақыратын ұстын. Бірінші тапсырма. Практикалық әрекеттер әдісі бойынша әр тарихи тұлғада арналған қара сөз бен сөз тіркестерін мәтіннен тауып, кестені толтырыңыз. Бағалау критерийі: дескрипторды оқып, мұқият орындауға тырысыңыз. Ал балалар, берілген мына мәтін дала кемеңгері деп аталады. Мұқият оқып, тапсырмаға кірісейік. Тұлғалар: күлтегін, білге қаған, тоны көк. Мәтіннен оқыған мағлұматтың ішінен мәліметтер жазайық. Ал енді жазған мәліметтерімізді дұрыс жауаптарымен салыстырайық. Күлтегін 10 жасынан бастап ер атанған, өз дәуірінде түркі мемлекетінің әскери қолбасшысы, көк түркінің көк семгері атанған, атақты батыры, қол бастаушы, айбарлы тірегі. Білге қаған мәлімет: Күлтегіннің ағасы Құтлық қағанның бірінші баласы. Ел бастап, елдің алтын тұтқасына айналған тұлға. Тоны көк: ақылғой, дана жырау, түркі қағанатының негізін қалаушы. Үш қағанның мемлекеттік кеңесшісі, сөз бастаушысы. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, Күлтегін ескерткіші әлемдік мәдени байлығы, елдік пен ерліктің ерекше ескерткіштері, жазба мәдениеттің бастау бұлағы дегім келеді. Бүгін біз сол жәдігерлердің ішіндегі ең құндысы Күлтегін жырымен және оның тарихымен таныстық. Негізгі кейіпкерлерге мәлімет беріп, қысқаша тоқталдық. Үйге тапсырма балалар. 4 сөйлем әдісі арқылы өз көзқарасыңды 4 сөйлем арқылы жазып шығыңдар. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Ал бүгін сабақтан кейінгі әсерлерім тарауынан өздеріңізге сұрақ қойып, бағалап, кері байланыс жазып, сабақты қорытындылаймыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше.